қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші С сынып оқушысы Сеухан Іңкәр және менің анам асқабақпен әзірленетін тағамды жасайтын боламыз. Асқабақтың құрамында калий, кальций, мырыш және темір секілді элементтер болғандықтан ол онкологиялық аурулардың алдын алады және анықтауға көмек береді. Сонымен қатар мен Іңкәрді толықтырып өтейін. Бұл асқабақтың таңдаған себебіміз ең бастысы асқабақ ол адамның ас қорытуына жақсы көмектесетін тағамдардың бірі. Сондықтан біз асқабақ арқылы тамақ жасауды бүгін сіздерге ұсынып отырмыз. Асқабақтың негізгі ішін үңгі балық тазалап, соған қажетті қазір көкөністерді, дәрумендерді қосу арқылы тамақты әзірлейміз. Бізге керекті заттар асқабақ, қызанақ, қырыққабат, пияз, сәбіз, фарш керек болады.